Сәлеметсіз бе? Бұл видеода панкреатитпен ауыратын адамның 10 басты қателіктері жөнінде айтылады. Ең басты қателік әрине диетаны бұзу, тамақты мөлшерден тыс көп жеу. Бірақ қазір басқа да қателіктер талқыланады. Біріншісі, жануарлар белогынан көрі көмірсуларды өте көп жеу. Көп көмірсулар ботқалардың, яғни каша құрамында болады. Ботқалар пайдалы болғанымен панкреатитпен ауыратын адам үшін майлы емес жануар белогы әлдеқайда маңыздырақ. Неге панкреатитте көмірсулар өте қауіпті? Себебі ұйқы безі инсулин гормонын жасақтайды, ол көмірсуларды ыдырату үшін жауапты. Ал панкреатитте ұйқы безі зақымданған, сондықтан инсулинді жасақтау қиынға соғуы мүмкін. Яғни көмірсуларды ыдыратуда қиындық туындауы мүмкін. Сондықтан ас мәзіріндегі көмірсуларды сәл азайтқан дұрыс. Себебі оларды көп жесек, онсыз-ақ ауыратын ұйқы безі одан сайын қиналып ауырсынады. Ал майсыз жануар белогы керісінше қабынуды бәсеңдетіп, ұйқы безінің қорытылу күшін жайлатады. Сондықтан майсыз жануар белогы ас мәзірінде 60% мөлшерде болғаны дұрыс. Майсыз жануарлар белогынан тұратын тағамдар тізімі келесі. Панкреатитпен ауыратын адамдардың екінші қателігі көп мөлшерде клетчатка жеу. Көптеген диеталар мен дұрыс тамақтану қағидаларына сүйеніп, солардың ас мәзіріне жүгінеді. Алайда панкреатитпен ауыратын адамдар үшін бұл диеталар мен дұрыс тамақтану ережелері өте зиянды болуы мүмкін. Тұтас ұннан піскен нан, яғни хлеб грубого помола, қара нан, өнген дәндер, яғни пророщенные зерна, әрине пайдалы, бірақ панкреатит бар адам үшін зиянды да болады. Неге клетчатка панкреатитте кері әсер етеді? Себебі өсімдік талшықтары гормондардың жасақталуын, ішек қарынның жұмысын ынталандырады, ал панкреатитте ұйқы безі онсызда ферменттерді көп мөлшерде шығарып отырады. Ұйқы безі өздігімен қорытылып отырады. Сондықтан бұл ас қорыту ферменттерін керісінше жайлатып, тыныштықта ұстаған дұрыс. Ақ нанды жеу керек. Яғни кешеден қалғаннан, қатқаннан жеуге болады. Панкреатит бар адамның үшінші қателігі бұл ауру бәсеңдеп жайлағанда барлық тағамды бірден жей бастау. Көбінесе науқастар панкреатиттегі ұйқы безі бірде ауырып, бірде қайта жақсарып, келесі апта қайта шаншитын сатысында көпке дейін тұрып қалады. Панкреатит сатылары туралы осы видео қарасаңыз болады. Міне ауру біресе бар, біресе жайлаған сатыда панкреатит кетті деп ойлап, барлық тамаққа бірден бас салады. Бұл дұрыс емес. Ауру, шаншу сезімі кетсе де, диетаны әрі қарай ұстай беру керек. 3-4 ай ұйқы безі мазаламаса, ремиссия, яғни ұйқы безі қабынуының басылуы басталған болды деп есептеуге болады. Сонда ғана жаймен ақырындап басқа тағамдарды тұтынып қарауға болады. Төртінші қателік приступ, яғни аурудың ұстамасы кезінде ферменттер ішу. Комментарийде сұрақтар болған. Ферменттер дегеніміз не? Ферменттер бұл асты кішкене бөлшектерге ыдырату үшін организмге астың пайдалы бөліктері сіңіріліп, қалғаны ішекке ары қарай өтуіне қажетті ұйқы безінен бөлінетін белсенді заттар. Егерде бұл фермент толық бөлінбеу қалуы мүмкін, немесе ұйқы безінен ары қарай шыға алмай қалуы мүмкін. Сол үшін дәрігер ферменттер жазып береді. Ферменттер түрінде креон, фестал-Н, панкреатин, мезим деген ферменттер бар. Бұларды дәрі деп те айтуға болмайды. Астың қорытылуына, ұйқы безіне көмек беру үшін дәрігерлер осы ферменттерді жазады. Панкреатит приступы кезінде адамның асқазаны көбінесе аш, онда тағам жоқ, ал фермент тағамды қорыту үшін керек. Егер ол тағам асқазанда болмаса, фермент ішпеген жөн. Ферменттерді міндетті түрде тамақпен бірге, ас ортасында не астан соң бірден ішу керек. Аш қарынға ішуге болмайды ферментті. Ферменттер ұйқы безі ауырғанын, шаншуын баспайды. Ол тек тағамнан соң болатын ауыртпалық сезімін жеңілдетеді. Ал приступ кезінде фермент емес, ауруды басатын ношпы, дюспаталин сияқты спазмолитиктер ішуге болады. Бесінші қателік жалпы ауруды емдеу орнына салмақты қалпына келтіру туралы көбірек уайымдау. Адам салмақ түсу проблемасы бұл панкреатиттің кішкене ғана бөлігі деп ойлап, салмақты көтеріп, содан соң ауру кейінірек кетеді деп ойлайды. Негізі салмақтың түсуі аурудың негізгі бөлігі. Салмақ өте жай, ауру бәсеңдеп, ремиссияға бас бұрғанда ғана көтеріледі. Бұл дәретке де қатысты.
үлкен дәрет жайменен ауру басылып қабыну жаймен шегіне бастағанда ғана қалпына келеді. 6-шы қателік өте көп таралған панкреатитті стрессте бола тұра емдеуге тырысу. Панкреатитте әрине стресс, паника, қорқыныш болады. Қаншама қиын болғанымен, бұл қорқыныш стресстен арылу керек. Оған әрине көп уақыт пен моральдық күш керек. Ремиссия міндетті түрде болады, жағдай жақсарады, сондықтан күйзелістен шығып, қана панкреатиттен арылуға болады. Көбі стресстен де панкреатиттің өршуіне ұшырап отырады. Ешкімге еш нәрсеге мән бермеңіз. Ең басты сіздің денсаулығыңыз. Ол үшін моральдық күйіңізді де жаймен ретке келтіру керек. 7-ші қателік, ремиссияға жеткен соң көбі мейрамдарда алкогольді ішімдіктерге жол береді. Панкреатитте алкогольден толық бас тарту керек. Оның кішкене мөлшерде болсын салдары бар. 8-ші қателік, ауырту, шаншу кезінде спортпен шұғылдану. Спортты ең болмаса ауыртпалық сезімі басылған сәтке дейін қою керек. Себебі ұйқы безі онсыз да ауырып тұрғанда оған дене шынықтыру қимылдары қиындық туғызады. Ал жеңіл гимнастика не жеңіл дене шынықтыру жаттығуларын жасауға, жүзу және жеңіл йогамен айналысуға болады. 9-шы қателік өте көп кездеседі. Бұл отырған диетаны жек көру. Диета әрине жағымсыз, бірақ өзіңізге ұнайтындай тағам түрін тауып, пісіруді үйрену керек. Ұйқы безінің жағдайы сіздің эмоционалдық күйіңізге өте тәуелді. Егер сіз диеталық тағамды жақтырмай, қазір қайта осы дәмсіз тамақты жеу керек деп ойлай берсеңіз, әрине өзіңіз үшін де бұл стресс, ұйқы безі үшін де қиын болады. Сондықтан өз ас мәзіріңіздегі тағамды барынша дәмді етуге тырысқан жөн. Кейін тіпті ремиссияда да бұл тағамдарды сүйсініп жейтіндей боласыз. 10-шы қателік, тыйым салынған көкөністерді піскен күйінде жесек еш нәрсе болмайды деп ойлау. Егер аурудың бастапқы сатыларында ремиссияға жетпей тыйым салынған көкөністерді жеу ұйқы безі үшін қауіпті, мысалы қызанақ жеуге болмайды, виноград жеуге болмайды. Қызанақты кейбіреу ойлайды, оны суға салып немесе буға пісіргенде бұқтырғанда ұйқы безі одан ауырмауы мүмкін деп ойлайды, бірақ бұл қате. Қызанақ, жуа, сарымсақ, орамжапырақ, шикі не піскен күйінде де ұйқы безіне ауыртпалық түсіріп отырады. Себебі құрамында клетчатка өте көп. Панкреатиттегі қателіктер туралы видео осы. Ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыз. Рахмет.